Майк Тайсон жас блогер боксшыны рингте өлтіре ме, әлде өзі ұйықтап қала ма? Бұл сұраққа жауап осы видеода іздеп көрейік. Интро. Жақында бокс әлемінде күтпеген анонс болды. Аты аңыз болған Майк Тайсон боксқа жас блогер жігітпен жекпе-жек өткізу үшін оралады. 20 шілде күні темір Майк Джейк Полмен боксерлық матч өткізеді. Басында бұл жаңалықты көбісі әзіл деп қабылдады. Бірақ бұл шындық. 57 жастағы Майк Тайсон жас 27 жастағы Джейк Полмен рингта кездеседі. Бұл боксерлық матч адамдардың көбісінің назарын өзіне аударуда. Джейк Пол деген кезінде әйгілі блогер, актер болған. Тек кейіннен атақты ММА жауынгерлермен бокста жекпе-жекке шығып, спорт әлемінде аты тарады. Оның туған ағасы Логан Пол да өте әйгілі адам. Қазір рестлингте өзін көрсетіп жүр. WWE жұлдызы Логанға да Майк Тайсонның боксерлық матч өткізуге ұсыныс осыған дейін беріліпті, бірақ ол одан бас тартқан. Өзі бұл туралы былай айтқан: "Маған өте үлкен ақша ұсыныс берілген, тек мен бас тарттым. Мен Майк Тайсонды тым кәрі және де әлсіз деп ойлаймын", деп Логан жауап беріпті. Ал оның інісі Джейк болса, ұсынысты қабылдап тағы бір шоу көрсеткісі келіп жүр. Ол өзінің карьерасын сондай зейнетақыға шыққан ММА жауынгерлерін жеңумен көтеріп алды. Ал Майк болса, ММА емес, нағыз бокс аңызы ғой. Ондай шайқасты кім жеңеді деп ойлайсыздар? Комментарияға өз ойыңызды жазыңыз, талқылап көрейік. Майк өзінің парақшаларына тренировкаларының үзінділерін салып жүр, және де қозғалысы мен жылдамдығы 57 жастағы шалға ұқсамайды. Жақсы соққы жеткізе алса, өте терең нокаутқа құлататыны анық. Осыған дейін Майк Рой Джонспен 20 жылы боксерлық рингта жұдырысқан, және де менің ойымша кездесуде жеңісті алған. Бірақ төрешілер ничья деген шешім қабылдаған. Тайсон ол шешімге қатты наразы болған. Майк сол кезі де жақсы дайындық көрсеткен. Бұрынғы қуаты болмаса да аз емес күшін көрсете алды. Бірақ Рой Джонс кейін Майктың соққысы өте қатты, бірақ ол оны нокаутқа құлата алмайтыны сезгенін айтқан. Ең қызықтысы, Майк өзінің төзімділігін сол кезде көрсеткені, себебі 8 раундты шаршамай өткендей болды. Майк Тайсон Джейкті нокаутпен жеңемін деп мақсат қойғаны туралы сұхбаттарда айтып жүр. Джейк Пол өзінің бокс карьерасында Нейт Диас, Тайрон Вудли, Андерсон Сильва сияқты әйгілі мамандарын бокста жеңген, және де өзін жеңіл оппонент емес екенін дәлелдеген. Қалай болса да, Майк Тайсон сияқты пикабу стильдағы шеберлермен кездеспеген. Айтарлықтай, Майк Тайсонның пикабу стилі бойы ұзын оппоненттерге жақсы бейімделген. Ол дегеніміз Джейкке дистанция ұстауы қиын болады. Бірақ пикабу стилінің бір минусы ол үлкен жылдамдық пен реакция талап етеді. Ал 57 жастағы Майкта ол реакция бар ма? Сол үлкен сұрақ. Менің ойыма келетін болсақ, Майк Тайсон кезінде қандай мықты болса да, қазір оның жас Джейк Полды жеңуге ешқандай шансы жоқ. Әрине, бокста әртүрлі жағдай болуы мүмкін, бірақ кездейсоқ бір соққы раунд басында Джейк Пол Майк Тайсоннан өткізіп алмаса, Джейк Майк Тайсонды раундтар біткенше дейін нокаутқа құлатуы өте ықтималды. Менің ойыммен келіспесеңіз, комментарияға жазыңыз. Видеоны соңына дейін қараған үшін көп рахмет. Барлығыңызға сәттілік.